Mastarma балалар, біздің бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы объектілердің үшті модельдері жобалық жұмыс. Бүгінгі оқу мақсаты сабағымыздың үшті редактордағы объектілердің модельдерін құру. Сәлеметсіздер балалар. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқты айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Бізде бірінші ұяшықты ашайық. Әділ болу дегеніміз не? Жәнеге жауап береді. Әділ болу дегеніміз бір-бірімізге адал болу, бір-бірімізді қорғау және қолдау. Жарайсың. Келесі сұрақ. Әділ адамды мен жалғастырып айтайын. Әділ адамды әрқашан сенімді ұстанатын, ешкімге қиянат жасамайтын, дұрыс пен дұрыстан айырмашылығын айтады. Жарайды. Келесі ұяшық ашайық. Егер әділетсіздік көрсем мен, Санжар. Егер мен әділетсіздік көрсем, олардың дұрыс жолға түсіп, өз мәселелерін ақылы шешулеріне көмектеседі. Өте керек. Енді соңғы ұяшық ашайық. Жауапкершілігі бар адамды мен не деп атаймын? Жауапкершілігі бар адам деп, жауапкершілікпен өз жұмысына қарайтын және уәдесінде тұратын адамды айтамыз. Жарайды, жақсы отыра қоямын. Енді келесі кезеңге қарай өтейік. Келесі балалар енді сабақты бастамас бұрын біз өткен тақырыпты қайталап еске түсірейік. Жерде балалар өткен тақырыпты қайталау бойынша, яғни скетчап программасындағы құралдарды өз орындарына қойып шығу. Қазір мына жерде бізде негізгі құралдар берілген, сызу құралдары берілген және модификациялау құралдары берілген. Қаны кім айта алады? Негізгі құралдарға бізге қандай құралдар жатады? Таңдау. Тағы кім айтады? Ақшақар. Және жеш. Бұл қандай құралға жатады? Негізгі модификациялау. Бізде үш құралы сызу. Бұл сызу құралдарына жатады екен. Одан кейін тағы кім айтады? Ине. Арканы. Бұл бізде сызу құралына жатады. Ары қарай. Бұл бізде негізгі құралға жатады ма? Сызу құралына жатады ма? Негізгі құралға жатады. Мынау бізде қандай құрал? Сызу құралы, бұл қай құралға жатады? Модификациялау құралына жатады екен. Енді мынау үшін бізде балалар? Бұл сызу құралына. Бұл сызу құралына жатады екен. Одан кейінгі мынау құрал бізде қандай құралға жатады? Негізгі құралға. Бізде негізгі құралға жатады. Ары қарай жылдар бұдан. Модификациялау құралына жатады. Балалар құралының атауымен бірге айтайды. Ары қарай бұл бізде басқару құралы, басқару, яғни модификациялау құралдарына жатады екен. Одан кейін бізде бұл бізде бұру, бұл қай құралға жатады? Модификациялау құралына жатады екен. Келесі бұл қандай құралға жатады? Сызу құралына жатады екен. Одан кейінгі қолмен сызу. Бұл да бізде сызу құралдарына жатады. Одан кейін бізде өшіргіш құрал екен. Бұл негізгі құралға жатқызамыз. Одан кейінгі мынау бізде модификациялау құралына жатады. Бірақ қандай құрал бұл? Жылжыту құралы, Ал ең соңғы қалған бізде
Сызу құралына жатады, атағанда бізде шеңбер. Қазір енді біз жауабын көрейік. Яғни бізде мынау жерде бір қателік бар. Бұл бізде модификациялау құралына жатады екен. Жалғастырайық. Бізде бұл бала SketchUp программасындағы, яғни жобалау сабағы болғандықтан, яғни жобалық жұмыс тапсырмаларды орындаймыз ары қарай. Объектілердің үшті модельдеріндегі жобалық жұмыс. Жобалық жұмыстың негізгі мақсаты үшті редакторындағы объектілердің модельдерін құру екен. Ол жерде SketchUp программасын іске қосу, қажетті шаблонды таңдау, керекті редактор құралдарын пайдалану және тапсырма бойынша объектілерді құрастыру. Тапсырманы орындамас бұрын мен сіздерге бағалау парағын таратып шығайын. Бұл жерде бағалау парағында әркім өзін бағалайды, орындаған тапсырмасына қарайды. Аты жөнімізді жазамыз. Жасанды интеллект арқылы жасалған жаңағы видеоға мән берейік. Бұл жерде бізде тапсырма берілген. Суреттегі модельдерді құрастыр. Ол модельдерге стильдер функциясын қолдан. Берілген тапсырмада бізде яғни үйдің моделін жасау керек. Одан кейін бізде мынау үш фигураны берілген, үш фигураны жасап шығаруымыз керек. Қазір SketchUp программасын іске қосамыз. Мына жерде бірінші үйдің моделін жасап шығайық. SketchUp Make программасын іске қосамыз. Тіктөртбұрыш құралын таңдаймыз. Осында сызамыз. Енді сығу созу құралы арқылы жоғары созамыз. Вращение, яғни айналдыру арқылы объектіні ыңғайлап қойсақ болады. Енді сызық ортасынан сызамыз. Точка середины деп тұрып, тура ортасынан сызады. Енді орын ауыстыру, переместить құралын пайдаланып, сызықты жоғары көтереміз. Ортасына келу керек. Сол кезде көтереміз. Так, міне. Вращениемен айналдырып көрсек болады дейді. Кішкене кішірейтейік. Бізге ыңғайлы болу үшін. Енді тағы да созсақ болады. Енді бізге не керек? Енді мұржасын салу керек үйдің. Ол үшін қаламды пайдаланамыз. Қаламмен мұржаның суретін саламыз. Сәл кішілеу қойып. Енді бізге жылжыту керек мұржаны. Ол үшін сығу созу батырмасын қолданып созамыз. Не? Осылай. Енді қажет емес сызықты өшіргішпен өшіреміз. Осылай. Енді терезелерін саламыз.
Есігін саламыз. Енді бояймыз. Так. Соғу батырмасымен есікті ішке кіргізсек болады. Тапсырманы аяқтап қалдық па? Иә. Енді балалар мынау үй тапсырмасын болса, енді келесі тапсырмаға кезек берейік. Бізде келесі мынау 3 фигураны салу қажетпіз. Яғни бұл жерде бізде 4 бұрыш, конус және цилиндр фигуралары берілген. Жақсы, өте керемет, жақсы, жайыз. Енді бізде мағаттағы қалған екінші тапсырманы орындаймыз, иә? Фигуралардың 3 модель саламыз. Мына тапсырмаларды орындаймыз. Ал. Оны салу, оны салуыңыз негізі. Одан кейін бар маңыздар. Егер тапсырмаларды орындап болсақ, біз енді келесі біз көз жаттығуын орындайық. Көзге арналған жаттығуды орындайық. Оңға, солға, жоғары, төмен және көзді айналдырамыз. Бұл бізге не себепті керек? Компьютерде отырып, ұзақ уақыт жұмыс жасағандықтан бізде көз жаттығуын жасап отыру қажет. Тапсырма балалар, тұрмыстық заттардың модельдерін құрастыру. Мына жердегі заттың қайсысын жасай аламыз, қайсысы бізге оңайырақ болады, сол тапсырманы орындаймыз. Енді мынау жиегін бояп шығаршы басқасы. Жиегін. Болды, жарайды. Санжар. Санжарды айдын болды. Бұның да жиегін бояп шығар, ұшқаны стақан салатырген. Терезенің шеттерін айден оғыл боясам. Ана арара еттен
істесе мынаны ешкім. Ана жиектерін әдемі қоя шықсам болды. Ал балалар, жасаған жұмыстары өздеріңе ұнады ма? Қандай нәтиже алдыңдар? Тапсырмаларды орындау кезінде қиындық туды ма? Осы сұрақтарға жауап беріңдер. Балалар, жұмыстарымызды аяқтасақ, енді мынау бекіту сұрақтарына жауап берейік. Жасаған жұмыстарың ұнады ма? Иә. Қандай нәтиже алдыңдар? Скетчап программасымен жұмыс істеп, сол программадағы түрлі құралдармен таныстық. Тапсырмаларды орындау қандай қиындық туғызды? Тапсырма орындау барысында қиындық туды ма? Қай тапсырманы орындау барысында қиындық туды? Конкурс жасаған кезде. Конкурсты жасау үшін қандай құралды пайдаландық? Бірінші біз шеңберді алдық, одан кейін орын ауыстыру құралын. Жарайды. Енді балалар кері байланыс берейік бүгінгі сабағымызға. Мен де түсіндім. Балалар, бүгінгі сабақ бойынша бізде Санжарда 10 балл барлық тапсырманы жақсы орындап шыққан үшін. Бізде Саяда 9 балл тапсырмаларды толық орындағаны, Айдинаға 8 балл, Жанетке 9, Бекнұрға 10 балл, және Аидаға 8 балл. Осымен балалар сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.